Мінеге қысқа видео, мен мұндан кетейін деп тұрмын. Қазір өйткені Жас Қайрат Қайыров деген міндетін атқарушы, қазір Нұрлан Мәсімовтің шығып қалған осы полициядан. Сол маған айтты, уәде берді, сағат кешкі 6 мен 7-нің арасында звондайды. Қазір қарастырып жатыр екен, 74 адамды шығарыпты, бірақ та кезек, енді көп адамды отырғызған ғой, оңбағандар. Әйтеуір кезек көп, сондықтан қазір ол барлығы сразу бола қоймайды, барлығы соттың шешімімен болады. Мен оны өзім де білем, әйтеуір қарастырғанша, неткенше айтады ертең, әйтеуір шығара, енді істерді бәрін қарайды, шығару керек болса шығарады. Енді мен ойламаймын, олардың қылмысы бар деп, қылмысы бар болса дәлелдесін, мен алдыңғы видеода айтқам. Ертең, таңертең шығады деп, мен өзім қатты үміттенемін. Ал ол айтады, мінеки 6 мен 7-нің арасында звондайды, олар істі қарау керек, сөйту керек, бүйту керек. Түсінікті, бірақ та ол том істер емес, ол бір 5-6 бет қағаз, сол 5-6 бет қағазды енді 1-2 сағатта прокурор да, судья да бәрі толық мүмкіндігі бар қарауға. Сондықтан мен енді Жас Қайратты тыңдадым, мен қазір кетейін деп жатырмын. Сағат 6-7-де ол маған немене айтады, содан кейін мен жалғастырам, егер жаман шешімдер болса. Сол алғанда қинап, камерада айтқызып, мен террористпін, мен бірдеңе осылай айттым деп неткенне, мен тағы да қайталаймын, мен оны сенбеймін де, мен оған көнбеймін де. Сол, мен қазір енді үйге бара жатырмын. Сағат 6 мен 7-нің арасында немене айтады, содан енді көп нәрсе белгілі болады.